Бұлақ шайқасы болған жерге қарай көтеріліп келе жатырмыз. Бұның тарихын кәсіпқой боксшы, қазақ елінің батыры Айдос Батыр айтып берсін. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Міне Бел жайлау, Жоңғар Алатауы, Жазиралы Жаркент жері. Мына үш жылдық бұлақ деген жерден өттік жаңа. Мына жер бұлақ деп аталады, Ордың бұлағы дейді. Кезінде осы жерде қазақтың 300-дің басын қосып, мына Жәңгір хан бабамыз жоңғардың 50 мың қолына небәрі 600 әскермен төтеп беріп, тоқтатып қана қоймай, жеңіске жеткен. Көмекке Жалаңтөс Баһадүр 20 мың қолмен келген. Жалаңтөс Баһадүр келем дегенше, осы 600 әскер дәл осы жерде жоңғарларды ұстап тұрған. Және 600 әскер бір күнде 50 мың жоңғардың 10 мың қолын өлтірген. Ол расымен шындық. Бұл да техника тактический бой дейді ғой, орыс тіліне айтқанда. Енді сондайды жасаған біздің бабалар окоп қазып, ор қазып, осы жерде жоңғарларға қарсы, міне дәл мына жерде қараңыздар. Дәл міне осы жерде жоңғарларды жақсылап күтіп алып, бәрін қырған. Сөйтіп Жалаңтөс Баһадүр 20 мың қолмен келген кезде жоңғарлар уже психологиялық тұрғыдан сынған. Бізге небәрі осынша аз әскер, көп әскерімізді қырып жіберді деп, олар енді 20 мың қол келсе не болады деп қашқан. Соның артынан қазақтар қырған бәрін. Ал мынау сол Орбұлақ шайқасына арналған ескерткіш тас. Міне алты жағынан түсірейік. Жазуына желге неге байланысты түсірген. Табиғатта міне керемет осындай тарихи орын, тарихи біздің бұл, енді қалай айтсақ, біздің ел үшін бұл үлкен тарих. Өйткені бұндай 600 әскермен 50 мың жоңғарды, 50 мың жалпы әскерді жеңген ешқандай тарихи оқиға жоқ. Тек 300 спартанцев деген бар, бірақ ол аңыз әңгіме ретінде айтылады. Бұл біздің шынымен тарихи шындық. Соған тарап біздің батыр бабалардың қандай мықты ержүрек болғанын білеміз. Осындай керемет еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай керемет табиғат жері бізге аманат.